Жақында бір үйлену тойында болдым. Айта кету керек. Тойға көп шығынданудың кесірінен біздің қоғам үйленуді тым қиындатып жіберген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең берекелі үйлену шығыны аз болғаны деді. Байхақи. Дегенмен де қоғамымыздың қазіргі тәжірибесі бұл хадиске теріс келіп тұр. Құран мен сүннеттің түсіндіруінше кедейліктен арылудың дауасы жолы бұл үйлену. Исламда бүтіндей тыйым салынған зинақорлық бүгінде қоғамымыздың қолжетімді болып, ал иманның шартысы, құлшылықтың бір бөлігі болған неке салт санамыздың, менталитетіміздің себебінен қиын болып тұрғаны ащы шындық. Көпшілік жастар үйленіп, таза өмір сүруді қалайды. Бірақ олар материалдық тұрғыда той жасаудың аса көп шығынының себебінен үйленуге қол жеткізе алмай жүр. Адамдардың үйлену тойларында қымбат көліктерді жалдағанын, қымбат тойханаларға алдын ала тапсырыс беріп жатқанын, қымбат шақыру қағаздарын жіберіп жатқанына, тағы да сол сияқты нәрселерге талай куә болған шығарсыз. Не үшін керек осының бәрі? Адамдардың қаңқу сөздерінен қорқып, несиеге ақша алып, осының бәрін жасап, қарызға белшелерінен батып жатады. Жақында бір ағайынымыз, қызын ұзатамын, артынан елі қатарлы жасауын апарамын деп, банктен ақша алып, қарызға батып аяғында үйінен айырылды. Не сұмдық осы? Бізге осындай ақылға сыймайтын стереотиптерден арылатын уақыт келді. Үйлену сені күнәдан сақтайтын құлшылықтың жеңіл түрі болып табылады. Әрі пайғамбарлардың алейхиссаламның сүннеті. Алланың разылығы үшін жастардың өмірін ауырлатпаңыздар, жеңілдетіңіздер. Оларды қиын жағдайға түсіріп қоймасаңыздар екен. Ата-аналар, бұл мәселеде маңызды рөл атқарады. Үйленетін кезде балаға орамал тағатын қыз алып келмейсің дейді. Және арақсыз той қылмайсың дейді. Бәлки арақ қоямыз, біз ішкенбіз, жегенбіз. Енді қалай жұрттың бетіне қараймыз дейді. Жұрт күліп кетеді ғой. Осы ғой енді. Жұрттың алдында бұл кісілердің абыройы түсіп қалады екен, арақ қоймаса. Яғни нан бермесе, тамақ бермесе еш нәрсе емес екен да. Баласына той жасамаса да ұялмайды екен. Бірақ арақ беруге, бермей қалуға ұялады екен. Немесе келінінің хижаб болып келгенін көтере алмайды екен. Сондықтан ең қарапайым халықтың тілімен, яғни дінді ұғына алмаймын-ау, мен түсінбеймін дінді деген адамға кәдімгі Қазекеңнің сөзімен айтсақ, бауырлар, сіздің біздің ұлтқа жат болған және балаңыздың ертеңін жан ұясын құртатын болып тұрған нәрсе. Немесе басқаша қылып айтсаңыз, балаңыз ең алғашқы қадамын өмірдегі ең ақ өзінің босағасын ашатын кезде, сол босағаны сіздер арамменен аштырып беріп жатсыздар. Яғни босағасына сол балаңыздың ақ құйып, яғни жақсылық құйып, қымыран құюдың орнына сол балаңыздың босағасы көгермесін, құрып кетсін деп арақ құйып жатсыз. Міне осылай түсініңіз бұны. Бізде бейманал арақ шарапты қойып, енді бұны қоймасақ ұят болады да деп отырады. Кімнен ұят болады? Кімнен ұят болады? Намаз
Okuma uyat emes, oraza tutma uyat emes, meşte kelime uyat emes de. Bırak dastarxanға arak koyma uyat bolup, onun ar namısı uyatı sonda bir güçlülüğünü görsetme joğasta. Toğralıqta turu degen Allah Subhanahu wa Ta'ala buyurgan amalda turu degen narsa. Hazır misalı bizde köpçülük ata-ana jаш jigitler düşünmeýär. Atajan, anajan koyuңuz, mına İslami toy ötkizek, biz musulmanbız goý. Mına arak şarapsız ötkizek dese, sen Vahabisin diýär. Sırası aytýar. Sen Vahabisin başka sektaga kirip ketesin. Sen kандай sektaga kirdin ey aynalayın? Senin kaysa ata baban arakmen toy ötküzgen edi. Belkim mına vastaqim mıqta turu degen narsa şariatda bar narsage turu. Şariatda çok narsani qaytaruu керек. Arak bu ol haram. Мынау кейбір қара көз қарындастарымыз әзірше тұрмысқа шыққандары. Ана тұрмысқа шықпағандардың құлағынан сыбырлайды екен. Сен мақырден сұраған кезде ананы айтып қал, мынаны айтып қал, ананы сұрап қал, мынаны сұрап қал. Бұл да дұрыс нәрсе емес. Бұл нәрседен де біз қайтарамыз. Әрине сұрауға хақысы бар. Бірақ ол негізгі мәселе емес қой. Дұрыс па? Ол онсыз да үй сұрайды. Біз өткенде Алматыда бір некесін қиындап жатсам, үй сұрап бір де қарындас. Енді жігітке қарасам, ол ыңғайсызданып отыр ана жерде. Кейін мен де сұрадым, мен үйде не істейсің дедім. Мысалы ертең екеуің онсыз да үйлерің бар екен. Өзің жеке үй қойып қоймақсың ба, не істейсің оны деймін ғой. Енді үйім болсын да дейді. Үйің сен мына жақта ғой сен. Или анау жексенбі күндері мен үйіме кеттім барып демалып тұрасың ба дедім ба жаққа. А мына ешқашан жібермейді сен. Қалай сен оны не істейсің? Менің қарындас өзге алып кетті. Ана Айбекпен жай сұрап жатқаным ғой деп сөз бұрып жіберді де былайынан. Бауырлар, өткенде айттым айтпадым ба сіздерге мынау Камри мәселесін, иә? Бір қарындасымыз сол алғашқы сол Камри бар Қазақстанға келіп жатқан жылдар еді. 2000 қай жылдар келді? Сол жылдар. Некеде сол Камри сұрады, салоннан Toyota Камри алып берсін деді. Жігіт айтты, алып берем деді. Бірақ мына әйел мен ешқашан мынамен тұрмаймын деді. Имамға айтты, атмен қылыңыз бәрін деді. Бірақ жігіт сөзінде тұрды, барып соның айтқан Камрины әкеліп кілтін берді жаңа қызға. Бірақ неке қиылмады. Қыз қатты өкінді сол жерде. Жігіт айтып отырды, мен онсыз да саған алып беретінім ғой дейді. Менде бар ғой нәрсе дейді. Мен қаламаймын дейді, ұрпақтарым осында дүниені аңсаған қызбен мен бір шаңырақта тұрғым келмейді дейді. Маған дүниені армандамайтын, ибалы, ұятты деп қызды осындай мен іздеген едім дейді. Бірақ саған дүние керек болса, мен саған машинаңды алып берейін деп машинасын алып берді, бірақ неке қиылмады. Сол жаңа айтқанымыздай, кейбір қара көздеріміз айтып қойып, пайғамбарымыз айтқан қыздардың мынау үйленген кезде, мақыр сұраған кезде жігітке салмақ салмайтындай сыйлықты сұраған қыздар не деген ақылды қыздар, не деген көрегенді қыздар екен деп мақтаған хадистер бар пайғамбарымыздан. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's